Құран кәрімдегі ерекше құдіретпен, кереметпен дүниеге келген тұлға ол Иса Мәсіх. Ол туралы Құран кәрім 19 сүре Мәрьям сүресі 19-21 аяттар бұлай дейді. Рух бұлай деді: мен саған бір пәк, таза ұл сыйлауға келдім деді. Мәрьям: маған бір адам жақындамаса, менде қалайша бала болады деді. Сонда рух: ол солайша дейді. Өйткені Хақ Тағала бұл маған оңай, мен тараптан адам баласына бір үлгі, әрі бір мархамет рақым, бұл біткен бір іс деді. Иса Мәсіхтің пәк Мәрьямнан туылғаннан бастап рақым уақыты басталды. Рақым уақыты 2023 жылға созылып келеді. Иса Мәсіх көктен жерге келгенде рақым уақыты тоқтайды. Олы сот басталады.